Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге пельмен жасайтын боламын. Бұл жерде пельменнің енді бәрі де біледі қалай жасауын. Бұның ерекшелігі бәрі қамырында болады. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен осындай қайнаған су құямыз. Бұл ерекшелігі сол қайнаған суында тұзын саламыз. Оны жақсылап араластырып, осылайша етіп, онымен бірге араластырып отырамыз. Қолдарыңызды абайлаңыздар. Бұндай миксер болмаса, қасықпен де, жаймен де араластыруларыңызға болады. Сонымен ары қарай бір жұмыртқа салдым мен. Екінші жұмыртқаның ағын саламыз. Бұл жерде екі жұмыртқаның ағы, бір сарысын саламыз. Қамыры ерекшелігі сол. Осылайша етіп қаттылау қылып қамырымызды илейміз. Ендігіде фарш, бұл жерде 500 грамм фаршымызды қолдан тартылған сиырдың етінен жасалған фарш. Ендігіде жуамызды салып, жақсылап ішіне дәмдеуіштерді қосып араластырамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қамырымыздың иі жақсылап қанып, 15-20 минутқа кішкене қоямыз. Ендігіде қамырымызды жақсылап жаятын боламыз. Қамырымызды жақсылап жұқалап жаямыз. Бұл жерде қамырым осылай қатты болу керек. Өйткені пельменіңіз жақсы болып шығады. Еш суға қайнатқанда езілмейтін болады. Көбірек қылып түйіп, тоңазытқышта 1-2 ай сақтасаңыздар да болады. Жайып болды қамырымызды. Ендігіде арнайы осындай формаменен кесіп аламыз қамырымызды. Өздеріңіздің қалауларыңыз, формамен кеспесеңіздер де жаңағындай төртбұрышты етіп кесіп жасасаңыздар да болады. Неге толықтай етіп, осылайша пельменімізді бүгіп, келесіде майға жуаменен сәбізді салып, томатпенен жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап пажаркымызды құйып, келесіде болгар борщын саламын. Өте дәмді болып шығады. Осылайша етіп мен еттің сорпасын еш уақытта төкпеймін. Морозильникке арнайы ыдыстарға құйып алып, керек кезде осылай пельмен жасағанда, подлив жасаған кезде сорпаны пайдаланамын. Қандай тамақ жасасаңыз да, тамағыңыз ерекше дәмді болып шығады. Ендігіде пельменімізді жақсылап қайнап тұрған сорпаға жақсылап пісіріп аламыз. Бір 5-6 минутта пельменіміз дайын болады. Осылайша менің жасағанымдай етіп жасасаңыздар ерекше дәмді болады. Қамырлары еш езілмейді.
менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, лайктарыңызды басып, комментарияларыңызға өз пікірлеріңізді жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Қараңыздаршы, қандай пельменіміз әдемі болып шықты. Осылайша етіп жасасаң, осылай жасап үйлеріңізді қуантыңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта көптеген тағамдарменен бөлісемін сіздерменен. Көп аспаздардың айта бермейтін секреттерменен сіздерге осы каналымда сіздермен бірге бөлісетін боламын. Менің каналыма қолдау жасап, лайктарыңызды басып кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге. Ас болсын.